Ғаламат. Кішкентай 8 жасар Салли ауырып ауруханаға жатқызылған інісі Жорж үшін қатты уайымдайтын. Ата-ана қолдарынан келген бәрін жасап, Жорждың тек қана қымбат бір операция құтқара алатынын түсінді. Алайда осындай қымбат бір операцияға ақшалары жоқ еді. Үмітсіз дауыспен әкесінің анасына былай деген естіп қалады. Оны тек қана бір ғаламат құтқара алады. Осыны естіген Салли тыныш қана өзінің бөлмесіне барып, копилкаға жинаған ақшаларын шығарып санайды. Қателесіп қалмау үшін бір емес екі рет санап шығады. Бәрін қалтаға салып үйден шығады да тіке үйдің жанындағы дәріханаға барады. Дәрігердің көңілін өзіне аудару үшін сабырмен күтеді. Дәрігер бір кісіге дәрінің қалай қолдану керектігін түсіндіріп жатты. 8 жасар бір баламен айналысатын уақыты жоқ екенін белгіледі. Саллидің жалықпай күтіп тұрғанын көріп, «Я, балақай, не алайын деп едің, айта бер» деді. «Тездет, мына кісімен сөйлесіп тұрғанымды көріп тұрсың ғой» деп қасында күшті киінген бір кісіге көрсетеді. Салли: «Інім қатты ауырып қалды, бір ғаламат алғым келеді». Дәрігер Саллиге қарап, «Түсінбедім» дегенде, «Не ғой, әкем оған тек қана бір ғаламат көмектесе алады» деген еді. «Бір ғаламат қанша тұрады?» Дәрігер бұл жолы Саллиге жаны ашып қамқорлықпен қарады. «Өте өкінішті қызым, бірақ біз мына жақта ғаламат сатпаймыз, саған көмектесе алмаймын» деді. Салли мақсатына тез қайтатын емес еді. Дәрігердің көздерінің ішіне қарап, «Оны сатып алатын ақшам да бар, тек қана бағасын айтсаңыз болды» деді. Дәрігер мен Саллидің осы сұхбатын тыңдап тұрған адам Саллиге бұрылып, «Інің үшін қандай бір ғаламат керек қызым?» деп сұрайды. «Білмеймін» деді Салли, сосын көздерін тамшылап аққан көз жасына қарамай. «Тек білгенім інім ауруханада, және анам операция жасамаса ол аурудан аман шыға алмайтынын айтқан еді, және олардың ондай операцияға ақшасы жоқ екенін де айтты. Бірақ әкем оны тек қана бір ғаламат құтқара алады дегенін естіп дереу мына жаққа келдім». «Қанша ақшаң бар?» деп сұрады адам. $1 мен 11 цент деді Салли. «Бар жинаған ақшам осы». «Бұл өте жақсы, өйткені ініңді құтқаруға керек ақша осы ақшада жетеді» деді жаңағы кісі. Адам бір қолмен ақшаны алды да басқа қолына Саллидің қолын алып, «Кішкентай інің мен ата-анаңмен танысқым келеді» деп Салли тұрған үйге апаруын сұрайды. Жақсы киінген адам Карлтон Армстронг есімді дәрігер еді. Жорж үшін қажет операцияны жасай алатын атақты хирург. Операция сәтті өтті. Отбасы үшін бұл операцияға ешқандай төлем жасалмады. Сол күні үйлеріне қайтып бара жатқанда барлық нәрсенің қандай сәтті болған әлде сене алмай, қуанышы ішіне сыймай тұрған анасы: «Әлде сене алмай тұрмын. Бұл операция бір ғаламат. Кім біледі қандай қымбат болғанын» деді. Салли күлімдеді. Бұл ғаламаттың қаша тұрғанын ол жақсы біледі. Тура $1.11.